Терезеден қарағанда таңғы ауа тыныш әрі жағымды еді. Көшедегі қар аппақ қанатты періштедей жылтырап көздің жауын алады. Бұл ғажап көрініс адамды еріксізден үйге тартып, бір кесе хош иісті кофе мен алмадан жасалған дәмді торттан дәм татып, сүйікті кітабыңды оқуға шақырады. Немесе, мысалы, радиодан естілетін жағымды әуенге құлақ тұруға итермелейді. Бірақ өкінішке орай, Ақгүл апай сағат 6-ны көрсетсе, тыныштық пен жақсылықтың 10 минут қана созылатынын, ал одан кейін тозақ басталатынын жақсы білетін. Айтпақшы, зейнеткер әжей өмірінің соңына дейін тозаққа сенбейтін, бірақ қартайған шағында оған сеніп қалды. Бірақ ол жұмыртқа қуыратын сковородкалар мен қайнаған қазандармен толы өлімнен кейінгі тозаққа емес, күнделікті өмірде болатын нағыз тозаққа сенетін. Және ол, айту керек, одан да қызықтырақ еді. Бұл тірідей тозақта күнәһарлар үшін түрлі жазалар болатын. Мұнда сіздің таңдауыңыз бойынша қар тазалайтын машинаның гүрілі, перфоратордың белсенді қолдануымен бұрғылаудың қуанышты әні және тіпті заманауи қиыншылық әлі таныс емес адамдар үшін қатты әндер бар. Тіпті жұмысшылардың боқтық сөздерінен тұратын лингвистический курста болды. Аласа бойлы, толық келген, беті ісіп кеткендіктен нақты жасын анықтау мүмкін емес. Ол спирттік ішімдіктерді көп ішетіндіктен осындай күйге түскен. Бейтаныс біреу ауылда жақында пайда болды. 3 айдан аспады, бірақ оның пайда болуын бәрі бірден байқады. Біріншіден, Қанат үлкен жол талғамайтын көлікпен келді, және парковка үшін ең қолайлы жерді ауылдың дүкенінің кіре берісінің дәл алдынан таңдады. Көлікті алып кетуді сұрағандарға ол ешқандай жауап бермеді. Дүкенге кіргісі келген адамдар көлік айналасын жиналған кезде Қанат көліктен шығып, енді ол осында бастық екенін және болашақ көршілерімен танысқанына қуанышты екенін мәлімдеді. Өзінің әсерлі сөзін аяқтаған соң, ол пиджагының қалтасына қолын салып, ондағы қалың визиткалар бумасын шығарды. «Кезекпен келіңіздер», деп шақырды ол. «Мен әрқайсыңызда менің байланыстарым болғанын қалаймын». Егер Қанатты сол бірінші келген күні ұрып соқпаса, онда адамдардың абдырап қалғаны мұндай нақылға сенбегені, бұрын мұндаймен бетпе-бет келмегені және оған қалай жауап беру керектігін білмегені үшін ғана. Ол кезде Ақгүл апай тек күлімсіреп, оның тыныш өмірі енді мәңгілікке аяқталғанын түсінгендей. Қанат коттедж салу үшін үлкен жер учаскесін сатып алды. Бірақ бұл әлі ештеңе емес еді. Ең жаманы, бұл учаске Ақгүл апайдың үйіне жақын орналасқан еді. Бірінші күні таңғы сағат 6-дан 5 кеткенде секіріп тұрған зейнеткер әжей қатты боқтық сөздерді естіді. Қанат өте шеберлікпен, тіпті оның қызыл тілді екенін айтуға болатындай боқтанды. Ақгүл көршісінің осылайша жұмысшыларға нұсқау беріп жатқанын түсінді, және мұның бәрі осымен шектеледі деп үміттенді. Бірақ кешкі сағат 11:00-де ол Қанаттың учаскесінде ұсақ түйекпен жүрді. Үй иесі қандай да бір тақтайлардан жасалған, қолдан жасалған үстелдің артында отырып шашлик жеп жатты. Шашликке қадалған ет пен көкөністердің үлкен кесектерінен керемет иіс шығып, аузынан сілекей ағып кетті. Биік бойлы аққұба қыз дастарханға жемістерге толы ваза қойды. «Қайырлы кеш, Қанат», деп амандасты онымен көршісі Ақгүл апай. «Қанат ұлы», деп дөрекі түрде түзетті ол. «Қанат ұлы», деп қайталады зейнеткер әжей және қосып. «Ас болсын, сізді мазалағаным үшін кешіріңіз, бірақ көріп тұрсыз ба, таңертеңнен бері сіздің учаскеңізде өте шулы болды. Енді болып тұрады», деп ығын көтерді көршісі. Алақанымен аузын сүртті де кемпірге мұқият қарады. «Кемпір», деді ол, әдетте үлкен адам 2 жасар баламен сөйлесетіндей тонда. «Қайдан естідіңіз құрылыстың тыныштықта жүріп жататынын?» деп жауап берді көршісі.
Бүгін керісінше таңғы сағат 6-да бастап әлі күнге дейін таңбайсың. Қанаттың қызы жеркенішпен толық ерін қисайтып, мен сенің ығаңмен үй салынып біткенше көшеде тұруым керек пе? Мен тезірек қоныстанғым келеді, сол үшін асықтырып жатырмын. Сен маған ақыл үйреткенше қалай көмектесейін деп сұра, мен бай адаммын. Не керек болса айт, көмектесейін. Ол үстелдің үстінде үлкен вазаны алып, қызының қолындағы пакетке лақтырды. Қызының түрі мәз емес еді, бірақ Қанатқа қарсы сөз айтуға батылы жетпеді. Мен үшін бұл тиын тебен, деп Ақгүл апайдың сөзін қайта бөліп жіберді көршісі. Ал сен өз зейнетақыңмен бұндайды қайдан аласың? Тек аяғымның астында жүрмеші. Мен үй салып жатырмын, шулауға құқығым бар. Шыдайсың, еріп кетпейсің. Қыз Ақгүл апайға ауыр пакетті ұстатты. Сау болыңыз деп қоштасты ол. Зейнеткер әжей аң-таң болып пакеттен қызға, одан Қанатқа қарады. Қанат болса көршісін ұмытып кеткендей қайтадан шашлигіне кірісті. Тағы не керек деп сұрады ол аузы толы. Үйіңе қайт. Ақгүл апай пакетті жерге қойды. Рахмет, бірақ маған бұл керек емес. Мен сізден тек уақыттан тыс шуды басуды және мені Ақгүл кемпір деп атамауды сұраймын. Қанат деп қыңырланып айтты қызы. Ол не деді? Зейнеткер әжей қыздың не деп жауап бергенін естіген жоқ. Ол тапталған соқпақпен үйіне қарай асығып бара жатты. Шынын айтқанда Ақгүл апайдың ақшаға мұқтаждығы жоқ еді. Ұлы Самат қонаққа жиі келмесе де, одан ақша аударымдары тұрақты түрде келіп тұратын. Самат бір ірі фирмада программист болып жұмыс істеп жүргенде көп табыс тапқан, бірақ оның да бос уақыты аз болатын. Кейін Саматты бас программист қызметіне ауыстырды. Сонда оларға соншалықты көп ақша төледі. Ол оларды ойланбастан жұмсап тастады. Бірақ енді оның демалысқа уақыты да қалмады. Ақгүл апайдың әрине ұлының жетістігіне қуанды, бірақ оған алаңдады. Қашан сен соңғы рет ұйықтап қандың, деп ойлады ол мазасызданып. Ит болса да алып ал, күніне 2 рет болсын шығарып тұрасың. Жарайды анашым, аламын, деп бейқам жауап берді ұлы телефонда. Қош бол, кейінірек қоңырау шаламын. Мүмкін қазір Саматқа қоңырау шалып, өзін өмірдің иесімін деп атайтын жаңа көршісі туралы айтуға болар еді, сонда мәселе шешілер еді. Бірақ Ақгүл апай шағымдануды ұнатпайтын. Бір аптадан кейін көршінің учаскесіне қатты ән дауысы естіле бастағанда, Ақгүл апай учаскелік дәрігерге ұйқы дәрісін жазып беруді сұрап барды. Сіз мүлдем ұйықтай алмай қалдыңыз ба? Деп таңғалды терапевт. Бұрын мұндайға шағымданбағансыз. Бұрын мазаламайтын, деп жауап берді Ақгүл апай. Ал қазір 6-дан 11-ге дейін перфоратормен гүрілдейді, 11-ден 3-ге дейін ән тыңдайды. Сіз онымен сөйлесіп көрдіңіз бе? Сөйлестім, деп қолын сілтеді Ақгүл апай. Жақсылап та жамандықпен де айттым. Мен оған айтамын, мен оның шуынан тұра алмаймын деп. Ал таңертең қарасам, ол өз учаскесіне барып, қар күреп менің есігімнің астына үйіп тастаған. Барлық жерді қора сияқты етіп ластаған. Терапевт үндемей тыңдады. Оның жүзінде ең шынайы жанашырлық көрініп тұрды, бірақ ол тек бір ғана нәрсемен көмектесе алатын. Ұйықтар алдында жарты таблеткадан ішіңіз, деді ол және әжеге рецептін беріп. Жаңа жыл қарсаңында Самат кездейсоқ қонаққа келді. Қардан қызарған көңілді және шулы ол аспаннан түскендей қардай пайда болды. Анашым, мен қалыңдық таптым, деп жариялады ол. Ол қазір ата-анасына Алматыға ұшып кетті. Оларға бәрін уәде етті. Әйтпесе, мен оны сізбен таныстыру үшін алып келер едім. Бірақ басқа жолы болмады. Менің бойдақтық өмірім аяқталды. Енді отбасылы боламын. Үй, балалар, біз жиі көрісіп тұратын боламыз. Дәл осы кезде көршінің учаскесіне жаңа ашық қызыл машина келіп тоқтады. Рөлде 20 жастағы ақ шашты қыз отырды. Оны мүмкін жақсы деп атауға болар еді, егер оның бетіндегі жиіркенішті түрі болмаса. Ол үнемі жағымсыз иіс сезетін сияқты еді. Оның қымбат әтірлері мен автокөлігінің былғары салонның әлемінде ол қайдан пайда болсын. Жолаушы орнында бір адам күлімсіреп отырды. Қалай? Көлік жақсы ма? Иелен,
Үйді бітіреміз, сонда саған бөлек гараж саламыз. Ал әзірге ананы қара. Қыз терезеден қарап, қалай бір жас мықты жігіттің күрекпен шеберлікпен жұмыс істеп, Ақгүл кемпірдің қақпасынан қарды қалай күреп жатқанын көрді. Бәлкім ұлы шығар, деп болжады ол. Ұқсайды, деп Қанат жымиды. Ой, біз қайда бара жатырмыз? Егер осындайлар көбейіп жатса. Жеркеніштің жеркеніші күрекпен жүгіріп, қарды жинастырып жатыр. Тфу, ей жігіт, деп айқайлады ол, автокөліктің есігін ашып. Сен маған кел, мұндағы жолды тазалап бітірген соң, қарды күреп бітірген соң, деп айтты Қанат. Құлағың керең ба? Самат үндемеді. Ол үнсіз өз жұмысын жалғастырды, және Қанат айқайлай бастаған кезде машинадан шығып, қызының қолынан ұстап үйге қарай бет алғанда да оған қараған жоқ. Қанат, асықпа, деп ақшашты қыз сырғып жауап берді. Қанат, көрші үндемеді және қызды өзімен бірге сүйрелеп апарды. Ол оны тіл алмайтын итті жетектеп бара жатқандай деп ойлады Самат. Ол өзінің қалыңдығын есіне түсірді. Жүрегі мақтанышқа толды. Оның қызы ешқашан ешкімге өзін осылай ұстауға жол бермес еді. Әйтсе де, Айжамал мұндай хамға, Қанатқа ешқашан қарамаста еді. Мысалы, бұл семіз шошқа оған 100 мұндай машина алып берсе де қарамас еді. Анашым, деп сұрады ол үйге оралғанда. Бұл көрші саған қақпаны қармен жауып тастаған ба? Ақгүл апа ұлына қарады, оның көзінде жас тұрды. Мен оның саған айқайлағанын естідім балам, деп мойындады ол. Сен ештеңе деп жауап бергенің жақсы болды. Демек бұл сонда ол ма? Деп сұрады Самат. Айтшы анашым, басын төмен түсірді. Мені жауап беруге мәжбүр етпе, деп естілер естілмеді. Олар мені әрқашан шағымдану ұят деп үйретті. Таңертең әдеттегі 6-да жұмысшылар Қанаттың темір бетон қоршауының жанында тұрды, бірақ учаскеге кіре алмады. Есік жоғарыға дейін қармен жабылып қалған еді. Бұл шамасы самосвалдан түсірілген, деп байқады жұмысшылардың бірі. Қараңыздар, онда 100 килограммдай барған. Мұздың үлкен кесектері де бар, жолдағы мұзды жаратындай. Қазыңдар ақымақтар, деп айқайлады иесі. Не болғанын түсініп, немен қазуды үйретпеді, құрал-саймандардың бәрі учаскеде қалды, деп түсіндірді бригадир. Сіз бізге күректерді қоршаудан лақтырып беріңізші, қолмен қазады, деп ашуланып айқайлады Қанат. Қолды аяудың қажеті жоқ, мен кеттім, де сабырлы түрде түсіндірді жас жұмысшы. Ол мүлдем жынды болған. Біз оның құлымыз ба? Кеттік жігіттер. Топтан тағы 2 адам бөлініп, жігіттің артынан автобус аялдамасына қарай бет алды. Бригадирлер және онымен қалған 4 жұмысшы асықпай темекі шекті. Неге сол жерде айналысып жатырсыңдар, ақымақтар, деген дауыс қайтадан қоршаудың арғы жағынан естілді. Күректерді қашан лақтырасың? Деп бәрінің атынан жауап берді бригадир. Егер жоқ болса, онда өзің жасайсың. 5 минуттан кейін күректер қоршаудан лақтырылды. О, енді дұрыс болды, деп қолдарын ысқылап күрекке жабысты бригадир. Ал кеттік жігіттер. Олар әрине асықпай ұзақ үзілістермен жұмыс істеді. Бригадир ешкімді қуып жетпекші де болған жоқ. Әсіресе үйдің иесі енді даусын көтере алмайтындай болғандықтан. Ақгүл апаның үйінің есігін қақты. Ол әрине ұлымен сөйлесіп жатып, осы қағуды естігендей болды. Бірақ қағу қайталаған кезде ол ашуға барды. Есікте тұрған Қанат ашудан қызарып кеткен еді. Сенде қайдан күш пайда болды, кәрі кемпір, деп айқайлады ол. Сондықтан кіреберістегі қар басқан бұтадан бір тоқылдақ қорқып ұшып кетті. Сен қалайша ашулыққа бардың? Самат айқайды естіп есікке жүгіріп келіп, көршісін көріп сұрады. Бұл менде күш жеткілікті, деп күлді ол. Және ашу да бар менде. Кет бұл жерден доңыз. Көлігіңе абай бол. Кет бұл жерден, мен сені енді көрмейтіндей болайын. Қанат бұл дөрекілікке таң қалып үндемей бұрылып өзіне кетіп қалды. Ақыр соңында бүгін 30 желтоқсан болатын, және көп нәрсені үлгеру керек еді. Қызы ауырып қалды. Демек қалаға барып шырша базарын іздеу керек. Ойыншықтарды да ұмытпау керек. Қызы әрине ақымақ,
Бірақ несі бар? Егер сен әйеліңмен бірге тұрсаң, онда оның барлық өтініштерін орындауға тиіссің. Әйтпесе бірінші болып саған қиын болады. Бұл жол тезірек бітсе екен, деп ойлады ол, көлікті қыздырып. Біресе құрылыс, біресе мына қыз. Одан қалса ашулы кемпірлер жүйкені жұқартады. Шаршадым. Ақгүл апа, тоқтаңыз. Мен ұрысқа келген жоқпын, деп қайтадан көршісіне барып кірді. Онда не үшін? Деп қабағын түйді зейнеткер. Мен сізге және Қанат пакеттен шырша ойыншықтарының жиынтығын шығарды. Қалаға бардым, деп бүгін ұялшақ түрде түсіндірді ол. Мен сізге ойыншықтар алып келдім. Ал егер ұлыңыз бос болса, онда 1 минутқа шықсыншы. Менде сіз үшін шырша бар. Әрине бос, деп күлімсіреді Ақгүл апа. Самат, бар көршіге көмектес балам, деді ол.